Мырзекен ағамыз туралы қанша әңгімелерді, ғибратты әңгімелерді айта беруге болады. Дегенде айтайын деп отырғаным, Мырзекеннің осындай көрегендігі, сол көшбасшылық қасиеттері қайдан дегенде менің ойыма осы ұстазы Бейсенбай Кенжебаев, Мәскеуде оқып келген, кеңестік билік тәрбиелеген қазақтың алғашқы шығармашылық тұлғаларының бірі ғой. Осы коммунистік партияның қатарында жүрсе де ол ұлттық мүддені ұмытпаған адам. Енді сол Бейсенбай Кенжебаев Сұлтанмахмұттың қорғады, тағысындағы сондай жұмыстар жасады. Бірақ Казгуде кафедра меңгерушісі болып жүрген кезінде ол кісі қазақ әдебиетінің тарихын мыңдаған жылдарға ары қарай ұзартты ғой. Сол мысалы Алма Қыраубаева деген шәкірті болды. Оған Алтын Орда дәуірінің әдебиетін ал Мұхтар Мағауин қазақ хандығы кезеңі мысалы енді Мырзекен сол көне түркі заманына салды. Міне осындай еңбектерді атқарған Мырзекен ұстаздың өнегесін білемін мен. Ұстазы қашанда елім, жерім деп өткен азамат еді. Бірақ ол кезде кеңестік билік. Ал тәуелсіздік жылдарында Мырзекеннің сол көшбасшылық қабілеті барынша жарқырап танылған сәті болады. Мен енді айтайын деп отырғаным, Түркістан қаласында түркология конгресі өтіп тұрады. Сондай бір конгреске арнайы келді бұл кісі, баяндама жасады. Соның аясында мынау ұстазы Бейсенбай Кенжебаевқа сол баласы деп айтамыз Құлбек Еркебек 2 қабатты музей тұрғызған. Сол музейдің ашылу салтанаты болды. Музейдің жаңағы лентасын осы Мырзекен қиып еді. Сонда тебіреніп тұрып сөйлеп еді. Ұстазының бүкіл мұрасының осындай мұражайландырылғандығына ырза болған. Соншалықты тебіреніп тұрып көзіне жас алғанын аңғарған едік. Енді ұстазы мықтының, ұстанымы мықты деп айтады. Мырзекен сондай ұстазы мықты адам. Өзі де қанша шәкірттер, ізбасарлар дайындаған азамат. Шығармашылығы ары қарай биіктерге